Айта беріңіз. Аха, қазір демонстрацияны қоса қояйын. Микрофондарыңызды өшіріп отырыңыздар. Экран көріп тұр ма, күлдеріңіз бұратыны? Көрініп тұр, иә. Көрініп тұр. Сіздерге бір өтініш, микрофондарды сөндіріп өтініш отырыңыздар. Сәлеметсіздер ма? Разработчикқа сұрақ қойғым келіп отыр еді. Мына жерде бізде Жоқ, педагог сұрақтар емес, мен қазір Аттестаттау комиссиясының мүшелерінің жұмысы бойынша қазір сіздерге түсіндіру болады. Егер сізге платформа бойынша техникалық сұрақтар болса, өздеріңіздің өңірдегі өрлеу кураторларына хабарласасыздар. Солар арқылы шешуге болады. Айбарға сөз берейік, әріптестер тыңдайық. Платформаға комиссия мүшелері кіру үшін олар жеке ЭЦК кілтпен кіреді. Ол үшін осы ЭЦК арқылы кіру батырмасын басамыз. Комиссия мүшелері және төрағасы да екеуі де жеке ЭЦК кілтпен кіреді платформаға. Осы батырманы басып, парольді енгізіп, осы платформаға кіреміз. Платформа ашылғаннан кейін сол жағында үстінде ұстаз жазуының қасында 3 сызық болады, соған басамыз. Ашылған кезде осылай бізде комиссия бөлімі бар, соны басамыз. Комиссия бөлімінде біз қай комиссия мүшесі немесе төрағасы болып тағайындалдық, осы комиссия мүшесіне кіру керек. Ашылған кезде біз комиссия мүшесі ретінде кіріп тұрмыз. Басқа кезде бізде автоматты түрде осылай педагогтың өтініші шығып тұр. Енді ол өтінішті бізге қарастыру керек. Қарастыру жағдайында бізге осы педагогтың аты жөніне басамыз. Басқан кезде бізде осы педагогтың портфолиосы ашылады. Портфолиосын толық сіздер әрбір бірінші, екінші және әрбір критерий бойынша толық қарап шығасыздар. Ол ережеге сай енгізілген деректер, жетістіктері барлығы. Мына жерде жетістіктер бөлімінде бізде білім алушылардың жетістіктері бөлімінде әрбір қатысушының осы файл тіркеді ғой, сертификат, диплом, грамоталарды. Соны толық қарап шығуға сіздерде мүмкіндігіңіз бар. Осы қатысушының қасында осы белгіні басамыз, скрепканы, және файлды қарау немесе жүктеу функционалы бар. Файлды қарауды басып, сіздер тексеріп шығасыздар. Деңгейі, нәтижесі және оқу жылы мен байқау атауы сәйкес келе ме, келмей ме екен. Егер республикалық конкурстар болса, оданша 514-ші бұйрықтағы конкурстарды тексересіздер. Толық тексеріп шыққаннан кейін сіздерде бізде функцияға жасалып жатыр. Сол функция жасалғаннан кейін, платформада обновление болғаннан кейін, сіздерде оң жағында осылай окошко болады. Сол окошкада сіздер әрбір критерийға өздеріңіз балл қоюға мүмкіндік болады. Барлық деректерді тексергеннен кейін сіздерде ең жоғарғы деңгей және ең жоғарғы нәтиже бойынша ережеде жазылған қанша балл болу керек екен, соның баллын қойып шығасыздар. Және педагогтың жетістіктерінде дәл осылай байқаудың атаудың қасында скрепканың суреті бар, соны басқан кезде файлды қарау, жүктеу дегенді таңдайсыздар. Осы байқаудың атауын, деңгейін, нәтижесін, оқу жылын да тексеріп шығасыздар. Соның барлығын тексергеннен кейін дәл осылай балл қойып шығасыз. Әрбір критерий бойынша сіздерде мүмкіндік болады балл қоюға. Сондықтан сіздер осы енгізілген деректерін толық қарап шығып, және ол ережеге сай орындалды ма, бұл критерий орындалған жоқ па, дұрыс документті енгізілді ма, соның барлығын сіздер тексеріп шығасыздар. Егер платформа мына жерде 4 балл деп көрсетіліп тұрса да, соның өзінде де сіздер өздеріңіз тексеріп шығасыздар. Өйткені платформа предварительно балл осылай көрсетіп тұрса да, ақырғы шешімдеріңіз комиссия мүшелері және төрағаның артында қалады. Мына жерде мысалы зерттеу қызметі немесе оқу әдістемелік материалдар негізінде сөз сөйлеу бөлімінде бізде осылай қарамен жазылған бар және көк жасыл түспен жазылған текст бар. Ол нені білдіреді? Мына жерде бізде сілтеме бар дегенді білдіреді. Астында дәл осындай цветті текст бар, соны жақындатқан кезде біз сілтемеге басуға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан осы бір дәлелдеу сілтемелерін файлдың орнына сілтемені енгізу мүмкіндігі бар мұғалімдерде. Және соны толық сілтемеге басып, қандай сілтемені енгізді, соны сіздер тексеріп шығасыздар. Әрбір критерийді тексеріп шыққаннан кейін сіздер осы балл қойып шығасыздар.
Балл қойғаннан кейін ары қарай біліктілік арттыру бөлімі бар осы жерде. Мына жерде біліктілік арттыру бойынша ереже бойынша қанша сағаты бар екенін және атауын барлығын тексеріп шығасыздар. Бізге негізі біліктілік арттыру курстары ЕБДС өрлеу платформасынан интеграция арқылы келеді. Сондықтан ол жерде тек қана бекітілген курстарға өтілген курстарға енгізіледі. Соның өзінде де сіздер Министерство просвещения сайтында тексеріп көрулеріңізге болады. Және қосымша батырмасы бұл сынып жетекшілері мен кураторларға арналған. Егер ол осында мәліметтер болса, соны да қарап шығасыздар. Енді профильге өтіңіз деген батырмасы бар ең үстінде, соны басқан кезде біз осы педагогтың профилі ашылады. Осы бетте сіздер диплом, сертификат және егер бұл мұғалім шет тілі мұғалімі болса, соны қарауға мүмкіндігі бар, осы сертификаттарын тексеріп. Жұмыс орын тізімдері болады және егер екі әртүрлі лауазым болса, мына жерде біліктік санатта барлығы жазылып тұрады. Бізге ең керегі ол өтініш туралы ақпарат. Осыны қараған кезде біз қазіргі қандай біліктілік санаты және мәлімденген қандай санатқа өтіп жатқанын, мына жерде эссен жүктелгені бар. Осы жүктеу файлды қарау дегенді басып, осы тексеруге болады эссені. Және енді осыны толық қарап шыққаннан кейін портфолиоға өту батырмасын басып, біз енді шешім шығару керекпіз толық критериялар бойынша тексеріп шыққаннан кейін. Енді шешім түрі бізде екі түрі бар, сәйкес емес және сәйкес келеді. Сәйкес емес таңдаған кезде бізде тағы да екі бөлім ашылады, ол академиялық адалдықты бұзу немесе портфолио сай келмейді. Егер портфолио сай келмесе, сіздер таңдайсыздар. Педагог осы қай біліктілік санаттан беріп тұр, сонда қалады деген сөз. Енді осы шешімнің негіздемесіне сіздер егер сай келмесе портфолиосы, сіз жазып шығасыздар, әрбір қай критерий бөлімдері бойынша, ереже бойынша требованиялар орындалмағаны, қай критерийлер толық орындалған жоқ, соның барлығын пунктпен ережеге сай сіздер жазып шығасыздар. Педагог сосын өзі түсінетіндей қай документтар сай келмейді, қайсы сай келеді екенін. Егер сәйкес келеді деген бөлімді таңдасаңыздар, мына жерде тиісті санат модератор таңдайсыздар. Шешімнің негіздемесіне дәл осылай сіздер жаңа портфолионы қараған кезде кейбір критерийлер может жақсы орындалып, соны белгілеп өтсеңіздер болады. Және кейбір критерийлерда может мына жерде былай мәліметіңіз, например, әдістемелік құралдары бөлімі бар ғой. Сол жерде может бір комментарийлер қалдыратын шығарсыздар, өздеріңіздің рекомендациялар қалдыруларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Соны барлығын осы жерге жазып шығуларыңызға мүмкіндігіңіз бар. Жазып шыққаннан кейін қол қойып жіберуді басасыздар. Осы жерде ЭЦХ-мен қол қоясыздар. ЭЦХ-мен қол қойғаннан кейін мына жерде сіздің шешіміңіз тағайындау белгіленіп тұр. Енді артқа басқан кезде көріп тұрмыз, осы өтініш бойынша бізде шешім тағайындау деп жазылып тұр, педагог модераторы. Ал енді мен комиссия төрағасының атынан көрсетіп жүрейін, қалай қарастырылатынын. Комиссия төрағасының атынан дәл солайда жеке ЭЦХ кілтімен платформаға кіресіздер. Менюді ашып, комиссия бөлімін таңдайсыздар. Комиссия бөлімін таңдаған кезде бізде мына жерде дәл осы комиссия шығып тұрады. Ең бірінші ашылған бетте бізде комиссия мүшелері бар. Бізге екінші бетке өту керек, аттестаттау парақтарына. Осы бөлімге өткен кезде міне бізде өтініш келіп тұр. Және осы жерде бізде көріп тұрмыз жаңа бір комиссия мүшесінің атынан біз шешім қабылдадық. Сол шешім ғана ілініп тұрғаннан. Енді төрағаға шешім қабылдау үшін комиссия мүшелерінің арасынан 2/3 бөлігі егер шешім қабылдаса, комиссия төрағасы шешім енгізе беруге болады. Ал осы жерде бірақ адам шешім енгізгеннен кейін біз қазір енгізе алмаймыз, бірақ көрсетіп жіберем толық қалай жасалынатын. Жаңа комиссия мүшесінде сияқты дәл солай сіздер әрбір критерийға төраға кіріп шығып, балл қойып шығып,
барлық критерийларды тексеріп шығады. Профильге өтініш батырмасы барлығы дәл солай көрсетіліп тұр, ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана төрағасы 2/3 бөлігі немесе толық шешім қабылдағаннан кейін бірақ өз шешімін енгізеді. Енді комиссия төрағасы осы шешім шығару дәл осылай сәйкес келеді және сәйкес емес деп таңдауы мүмкін. Портфолио сәйкес келмейді, тиісті санатта шешімнің негіздемесін. Функционал дәл сондай, ешқандай айырмашылығы жоқ, сондықтан қарастыру функционалы солай болып қалады. Ал енді комиссия төрағасы шешім енгізгеннен кейін бізде осылай мына жерде комиссия төрағасының шешімі және барлығы деген кезде ақырғы қандай шешім комиссия мүшелері егер 4-еуі сай келеді, 3-еуі сай келмейді деп таңдаса, одашы мына жерде сай келеді деп педагог модераторы категория біліктілік санаты беріледі. Сол берілгеннен кейін комиссия төрағасы осы стрелкаға басып хаттамаға жолдайтын болады осы өтінішті. Хаттаманы тек қана екінші күні ғана қол қоясыздар. Өйткені ол бүгін қарастырып жатсақ, өтініштерді бүгін 7-сі күні. Бүгін 7-сі күні егер басқа өтініштер болса, оның барлығы 7-ші күнгі хаттамаға енгізілетін болады. Ал 2-ші күні 7-ші күнгі хаттама статусы комиссия мүшелерінің қолдарын қол қою күтуде деп жазылып тұрады. Егер 8-ші күні басқа өтінішті қабылдасаңыз, оданша 8-ші күнгі хаттама пайда болады осы платформада автоматты түрде. Және комиссия мүшелерінің төрағасы кейбір білім беру ұйымдарынан басшылар өзгеру мүмкін, сондықтан да төрағасы да өзгеру мүмкін. Сондай жағдайда хатшы өз атынан кіріп, комиссия төрағаны ауыстыру мүмкіндігі бар. Және комиссия жұмыс жасап жатқан кезде осы комиссия мүшелері ауысатын болса, дәл осылайда 3 нүктеге басып, мына жерде комиссия мүшесін ауыстыру мүмкіндігі бар. Ол үшін сіздер тізімнен таңдайсыздар. Мына жерде ЖСН-ді немесе аты жөнін теріп таңдауға болады. Себебін көрсетесіздер, комиссия мүшесін ауыстыру себебін енгізіп, және осы жерге астына растайтын құжат, бұл жерде білім ұйымы бұйрық жасау керек. Сол бұйрықты осы жерге жүктейсіздер. Ауыстыру себебі бойынша бұйрық жасалынады. Сол бұйрық осы жерге жүктелінеді. Осы жүктегеннен кейін ауыстыру батырмасын басып, ЭЦХ-мен қол қоясыздар. Ауыстыру бойынша сіздерде ешқандай қиындық туындамайды, өйткені комиссия жұмыс істейді ретінде де ауыстыру мүмкіндігі бар. Және хатшыны да ауыстыру мүмкіндігі бар. Өйткені әртүрлі себептер бойынша ол адамдар қатысуы мүмкіндігі жоқ болуы мүмкін. Негізгі осы функционалын сіздерге көрсетіп шықтым. Гүлдейіз мұратны. Әріптестер, енді сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Техникалық сұрақтарыңызды техникалық қолдау арқылы жүргізесіздер. Менде бір сұрақ Алматы қаласынан, егерде бір жұмыс орнында бүгінге дейін жұмыс істеп жүріп, қазіргі таңда басқа колледжға ауысса, вот сондай жағдайда ол сол колледжда мысалы озық тапсырмай 30 жылдық стажбен педагог модераторға өту керек еді. Енді ол жұмысын ауыстырды. Сондай жағдайда жаңағы неде қалай болады? Процесс Әріптестер, уже өтініштерді беру мерзімі аяқталып жатыр. Негізі өтініш беріп қойған болу керек. Егер өтінішті беріп қойған жағдайда, онда сол алдында жұмыс жасаған колледжден өтетін болады. Колледжден алып кетеді. Мынандай сұрақ қойсам бола ма? Әріптестер, кезекпен қояйық сұрақтарды. Барыңызды бірдей